Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді күріш ботқасын дайындайтын боламыз. Егер де сіздердің ботқаларыңыз жақсы шықпай жүрсе, тура осы рецептпен дайындап көрсеңіздер, мінсіз болып шығатынына сенімдімін. Міндетті түрде дайындаңыздар. Ең алдымен газға қоятын ыдысымызға жуылған күрішімізді саламыз да, оның үстіне суды құйып, газдың ең үлкен жылдамдығына қосып қайнағанша күтеміз. Осылай қайнай бастағанда бір араластырамыз да, қақпағын жартылай жауып қоямыз да 25 минут қайнатамыз. 25 минуттан соң суы тартылып, осылай суы бұрқылдап тұрады. Сосын оның үстіне сүтті, қантты, тұзды салып, жақсылап араластырамыз да, газдың ең жай жылдамдығына қойып 5-10 минуттай қайнатып аламыз. Міне 5-10 минуттан соң осындай әдемі каша бізде шығады. Егер де сіздер сұйық болғанын қаласаңыздар, көбірек сүт қоссаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға сәттілік тіледім. Сіздермен болған Раушан.